Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі мастер-класста біз сіледейдің өкшесін тоқуды үйренетін боламыз. Бұл видео бойынша барлық сіледейдің өкшесін тоқуға болады. Және менің каналымда мына сіледейдің бас жағын тоқу туралы мастер-класс бар. Сол мастер-класс бойынша сіздер қай өлшемге неше ілмек, неше қатар тоқу туралы үйренсеңіздер болады. Ал енді видеоны бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Өйткені менің каналымда көптеген мастер-класстар бар. Бір кереңізге жарап қалуы мүмкін. Ал енді бастаймыз. Сіледе тоқып жатқанда мына өкшесіне 2-3 см қалған кезінде осылай белгілеп аламыз. Менде барлығы мына жерде 36 ілмек болды. Соның ортаңғы 6 ілмегін мен белгілеп қойдым. Мынау жасылмен тұрған 1-ші ілмек, көкпен тұрған 6-шы ілмек. Осылай белгілеп алдым. Егер сіздерде тақсан болып шықса, ортасында 7 ілмекті белгілеп алсаңыздар болады. Енді әрі қарай тоқимыз. Біздің белгілеген ілмекке келгеннен кейін жай накидпен, жай столбикпен тоқимыз. Бірінші, екінші, үшінші. Осылай мына белгілеген жерге дейін тоқып шығамыз. Белгілеген жерден тоқыдық. Енді әрі қарай накидті столбикпен тоқимыз. Мен бірінші қатарды аяқтадым. Екінші қатардан мынау жай столбик тоқыған жерге келдім. Осы жерде біз қысқартамыз. Ол үшін бірінші жай столбиктен өткіземіз крючокты. Жіпті тартып шығарамыз. Келесі ілмектен өткіземіз. Жіпті тартып шығарамыз. Екеуін қосамыз. Келесі. Үшіншісі. 6 ілмекті, 6 столбикті 3 столбикке айналдырдық. Әрі қарай накидті столбиктер тоқып, қатарды аяқтаймыз. Қысқартқан 3 столбигімізге келдік. Енді бұны да біз қосамыз. Біріншісі, жіпті тартып шығарамыз. Екіншісі және үшіншісі. Үшеуін қосамыз. Әрі қарай накидті столбиктермен тоқимыз. Ортадағы ілмектерін қысқартып болғаннан кейін толықтай накидті столбиктермен бір тоқып шығамыз. Сосын осылай қосамыз. Өкшесін тігеміз. Осылай қарама-қарсы ілмектерді бір-біріне беттестіріп аламыз да. Келесі. Осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Міне біздің тоқымамыз дайын болды. Өкшесі міне мынандай өзінің формасына келді. Өте ұқыпты шығады. Видеоны ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта осы сіледейдің мастер-классы шығады. Жіберіп алу үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.